Ассалаумағалейкум достар, бүгін сіздермен TikTok-тан қалай ақша шығару керек екенін көрсететін боламын. Жалпы TikTok-тан $1 да шығаруға болады. Күнделікті $100 дейін шығаруға болады. Сіздерге осыны көрсететін боламын. Ол үшін настройка, кошелекке кіреміз. Кошелекке кірсеңіз, сіздің ақшаңыз дайын. Мына жерде TikTok-тан жиналған ақшаңыз тұрады. Яғни ол эфир барысында сіздерге подарка лақтырған адамдардың ақшасы осы жерге келіп түседі. Одан кейін PayPal деген программаны тартамыз, приложениені тартамыз. Осындай PayPal деген. Міндетті түрде не істейміз, бұл жерге регистрация жасаймыз. Регистрация жасаған кезде тек қана номер мен не сұрайды, почта сұрайды. Болды. Басқа еш нәрсе сұрамайды ондай. Болды, қазір біз уже міне регистрация жасап қойған түрім бұл менің қазір. Міне қараңыздар, мына жерге кірсеңіздер тұрады тек қана міне. Телефон номер и почта. И сосын картаны жалғайтын боламыз. Карта қазір керек жоқ бізге мына жерге. Бұдан кейін біз не істейміз? Қазір қайтадан TikTok-қа кіреміз. TikTok-қа кіреміз. Бізде $34, 7310 теңге. Ввестіні басамыз, міне қарасаңыздар. Бұл жерде тура міне добавить басамыз, қарасаңыздар, открыть TikTok, қайтадан PayPal міне. PayPal деген тұр, соны таңдаймыз. Мына жерге номерімізге код келеді, кодты таңдаймыз да. Бұл жерде ешқандай қиын жоқ. Продолжитті басамыз. Міне қараңыздар достар. Енді біз PayPal-ды осы жерге туры номер, телефон номер, поштаны жазамыз и паролімізді жазамыз. Болды. Ешқандай қиындығы жоқ. Тура сол PayPal-дағы жазған нәрсені осы жерге келіп жазамыз. Болды, міне қазір загрузка болып отыр. Болды міне. Болды, готовты басамыз, дайын достар міне. Автоматты түрде шығып тұрады. Қазір мына жерге шығады. Қазір міне уже шықты. PayPal деп шығып тұр міне. Жақындан көрсеңіз, сіздерге көріңіздер ғой. PayPal деп шығып тұр. $1 бастап шығара бересіз. Күнделікті $100 дейін шығарсаңыз болады. 1,5% комиссия ұстайтын болады. Енді біз қазір мына жерде неше доллар аударамыз? Қазір көрейік, $10 аударайық. $10 аударамыз. Ол бізге $975 болып түседі. 1,5% комиссия ұстайтын. Подтвердитті басамыз. Қараңыздар. Ешқандай уақыт алмайды. Бұл сразу түседі достар. Қазір біз бірінші PayPal-ға аударамыз достар міне. Қарасаңыздар міне. Уже $10 жіберіліп қойды деп тұр, уже $10 біздің PayPal-ымызда уже келіп түседі. Сразу келіп түседі, міне $975. Біз енді бұл PayPal-дан ең азы $10 ғана, $10 бастап Каспий Голдқа аудара аламыз. Сол үшін біз қазір бұл жерде тағы $2 аудар көрсететін боламын. Қазір $10 аудардым, енді $2 аудар көрсететін болам. Яғни $1 бастап аударуға болады. Мына жерге енді картаны жалғайсыздар міндетті түрде. Қазір картаны Каспий Голд, яғни енді бұл жерге мен толық көрсетпеймін Каспий Голдты. Осылай міне. Көрдіңіздер ғой. Ары қарай енді тағы $2 аударып көрсетемін мен. Кәдімгі қайтадан кіреміз. Мына жерге кіреміз. Міне өз автоматты түрде PayPal шығып тұрады. Көрдіңіздер ме? Бір рет жасағаннан кейін міне $2. Бізге келіп түсетіні $1,87. Көрдіңіздер ғой, кетті. Енді бір күн ішінде түсет дейді. Негізі бірақ сразу автоматты түрде түсет. Міне обработка болып отыр қазір. Міне уже $11,62. Көрдіңіздер ме бағана? $2 сразу келіп түсет. Көрдіңіздер ғой. $2, міне, $1,87 келіп түсті, жалпы $11,62. Енді бұны біз не істейміз? Перевод жасайтын боламыз. Каспий Голдымыз мына жерден шығып тұрады, достар. Бұл жерде қазір $11,62 жазып аламыз. Next басамыз. Енді қарап отырсаңыздар, достар, бұл каждый бір перевод жасасаңыз $5 ұстайды. Яғни сіз $100 перевод қылсаңыз да, $1000 перевод қылсаңыз да, $10 қылсаңыз да, $20 қылсаңыз да, көріңіздер ме, $5 ұстайды. Жалпы қазір бізде $6,62 міне. Уже Каспий Голдқа келіп түсті. Каспий Голдты ашайын мен, міне. Көріңіздер ме? $6,62. Доступно 3952. Жалпы осылай.